Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз красный бархат тортын дайындаймыз. 4 жұмыртқа, кефир, қант, сұйық май, сода, ұн қажет болады. Алдымен кефирімізге содамызды қосып, және қызыл красителімізді қосып араластырып қоямыз. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. 4 жұмыртқамызды жарып аламыз, қантымызды салып, миксерлейміз. Шамамен 2 минуттай миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Үстінен жаңағы дайындаған кефирімізді құямыз. Және барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын ұнымызды салып, миксерлейміз. Жүрек пішінді красный бархат тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай қағаздан жүрек сызып алу керек, немесе дайын формалар болады, немесе трафареттер болады. Соларды алсаңыздар болады. Қағаздан жасалған жүректі пергаменттің астына қойып қоямын, және 3-4 қасықтан сала отырып, тегіс қылдырып жағып шығамыз. Дәл видеодағыда осылай тегістеп шығасыздар, және барлығын осылай қайталайсыздар. Барлығы 5 корж шықты. 180 градуста 10-12 минуттан пісіріп алып шықтым. Дайын болған корждарымыздың үстіне жаңағы қағазымызды қоямыз, жүрек пішінді, және пышақтың көмегімен түзулеп кесіп шығамыз. Бізде барлығы 5 корж шықты. Бір корждың бетіндегілерін қырып тастап, блендерден өткізіп, тортымыздың сыртына жабыстыратын боламыз. Блендерге салып, майдалап сақтатып алуымыз қажет. Дайын болды. Енді кремімізді дайындаймыз. Алдымен творожный сырмен қантты немесе сахарный пудраны араластырып аламыз, миксерлеп, және үстінен сливкиді қосып, тағы да формасын ұстағанша миксерлейміз. Осындай қалыпқа келуі қажет. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Алдымен подложкамызды қойып, коржымызды қоямыз, кремімізді жағамыз, және екінші коржды қойып, дәл солай кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Жүрек пішінді красный бархат тортымыз дайын болды. Кез келген тортты 4 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке қойып қойсаңыздар, өте нәзік болады. Мен сіздерге сразу кесіп көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.